Қайырлы күн, қайырлы кеш, достар. Бүгін өте маңызды сабақтардың бірі. Менде біраз оқушыларым бар. Сол оқушыларымның ішінен біз апта сайын бірнеше турнирлер өткізіп тұрамыз, товарищеский. Әр баланың деңгейін байқаймыз, әр баланы тексереміз. Сол себептен бүгін 31 январ 2021 жыл турнир өтті. 3-4 разрядтардың арасында, ең мықтылардың арасында турнир болды. Сол жерде бір жігітті алып, бір қызды ма, сол жерде біреуді аламыз да, соған разбор жасаймыз. Сосын әрине ол жігітке мен жіберем, сол жағынан жұмыс жасайтын боламыз. Ендеше кеттік. Бізде мынандай турнир болып жатыр. Осы жерде турнирде қарап отырсаңыздар, бірінші орынды бізде получается бүгін Нұрғымыр алды 32 очкомен, берсерктердің нелердің барлығын қолданып 32 ұпай жинап отыр екен. Енді осы жерде 32 ұпай жинап отыр. Ең соңғы орын алған бізде осы жерде Рауан деген жігіт. Енді Рауанды алмаймыз, Рауан негізі мықты. Бұл жерде Рауан бірақ ойын ойнаған, кешкірген. Ал Ануар бізде өте нашар ойнаған. Осы Ануардың бүгін партиясына разбор жасайтын боламыз. Кішігірім. Ендеше кеттік. Аңсар деген жігітпен ойнады. Тек қана Ануар неге нашар ойнады, қай жерлерінде қателік болды, сол туралы жұмыс жасайтын боламыз. Және сол Ануардың өзіне жіберіп, өзінің қателігін келесі жолы қайталауға тырысу керек. Аңсарды ұтыпты, көрейік. Аңсар деген жігіт бізде өте мықты ойнайды. Ануар бізде ақпен ойнап жатыр. E4, E5 атты шығарды, барлығы жақсы, керемет. Ат шабуыл жасады, пешкеге қорғау керек. Ануардың қателігі бұл жерде пешкеге шабуыл жасаған кезде оны міндетті түрде қорғау керек. Қателігін біліп алдық, қандай қателік көп жібереді екен. Бұл жерде пешкеге шабуыл жасаған кезде защита өте әлсіз дегенді білдіреді. Защита жағынан жұмыс көп жасау керек. Ануарға негізі мен бұл жерде көрсеткен болатын, итальянский партияда защита двух коней дейді. Осылай шыққан кезде осы жерде атпен бару керек, мынаған шабуыл жасау керек. Қараңыздар, атпен барса Ануар, егер атпен барған кезде мынаған шабуыл жасасаң, мынаны қорғау өте қиын. Мен бірнеше видеоға жазған болатын, бұл туралы көрсеткен болатын. Соны оқымаған, қарамаған. Ладно, көреміз ары қарай. Ануар пешкімен жүрді. Негізі шатастырып алса керек. Мына жерде анализ керек қой, итальянский партиядан бұзатын вариантты көрсеткен. Мына жерде қателескен. Слон шыққан кезде ойнаймыз бұны. Ануар, сен мына жерде сразу ойнап кеттің. Бұл жерде конь шыққан кезде конь G5 ойнау керек. Жарайды, алдағы уақытта ескересін деп ойлаймын. Қарсыласымызды Аңсарда қателік жіберді, пешкіні алып алу керек еді негізі, бірақ ол слонды шығарды, өзі сол вариантқа келді. Ары қарай атпен жеді, өте қателік. Мына жерде енді фигураны алып алды, Ануар өте дұрыс жасады. Бір фигура артық, ұтып жатқан кезде тек айырбастау керек. Көреміз, алдыға пешкіні жүрді, дұрыс емес. Алдыға пешкіні жүру негізі Ануар шахматта алтын ереже бар. Мен сендерге айтқан болатын, 9-шы ходқа дейін рокировка жасап үлгеру керек. Негізі рокировка жасау керек. Бұл жерде корольді өте маңызды қорғау керек. Ал сен бұл жерде шабуылға кеттің. Жарайды. Қарсыласымыз шетке барды. Негізі бұл жерде ойланып қарасаңыздар, мына атты ұстап алуға болады. Оны қалай жасаймыз? G4 ходты пешкіні алдыға жүретін болсақ, негізі ат қайда барады? Тексеріп көруге болады. Аттың ешқандай баратын жері жоқ. Мына жерде ұсталады пешкі, мына жерде ферзь, мына жерде пешкі. Мен осылай ойнап көруге болар еді. Енді рокировка негізі мұндай алғашқы бастап жүрген кезде бұлай ойнаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Негізі фигураны бұндай алуға болады, бірақ маталып қалу ықтималдықтарының жоғары болады. Сол себептен негізі рокировка дұрыс еді бұл жерде. Жарайды. Бұл жерде ферзьбен атака жасады. Ануар осындай ловушка жасап көрді. Жарайды, тексереміз. Қарсыласымыз алдыға жүрді. Аңсар өте үлкен қателіктер жіберіп жатыр. Слонмен алып алды. Ануар, сенде екі фигура артық. Өте керемет. Алдыға жүрді. Слонмен жапты. Негізі шахматта фигуралармен қайта-қайта жүре беруге болмайды. Бұл жерде негізі рокировка жасау керек. Өте маңызды ход. Рокировка маңызды. Әлде де Ануарға ескертетін боламын ертең сабақта. Рокировка өте жасау керек, достар. Біліп алыңыздар. Мен Ануарға айтқанмен басқа барлық ойыншылар білу керек. Бұл негізі теория. Маңызды нәрселер, заңдылықтар. Сондықтан сол заңдылық нәрселердің барлығын білу керек. Слонмен жүрді, жарайды. Не ойлағаны бар, алдыға жүрді. Әлде де рокировка жасаймыз. Ануардың ойыны көріп тұрмын, мен мат қоюға тырысып жатыр, әрине, бірақ ол дұрыс емес. Рокировкадан ұмытып кеттім. Теріс шықты.
Так, алдыға қарай жүрді. Мына жерде слонды қалдырып кетті. Өте үлкен қателік. Асығыс ойын болып жатқан сияқты бұл жерде. Қарап отырсаңыздар, негізі 6 минуттық ойын. 4,5-1 минут, 5 минут уақыттары бар, асығып ойнап жатыр. Так, мына жерде слонды бермеу керек еді негізі, бірақ берді. Жарайды, атпен шабуылға кеттік. Так, пешкімен қудық. Атты қашты. Бұл жерде ойлану керек, Ануарда өте керемет мүмкіндік бар. Қарап отырсаңыздар, атпен мынандай керемет шах қою арқылы вилка жасауға болатын еді. Ануар енді жақында кірді, бізде осы мықты топқа. Сондықтан қателер өте көп. Жұмыс жасау керек. Мынандай вилканы жіберіп алды, бірақ матқа шабуыл жасап жатыр. Ол да бір жағынан жақсы, бірақ уақытылы негізі вилка қойып алу. Вилкамен ферзін ұтып алу керек еді. Жарайды, пешкі жүрді. Енді осы жерде ұту керек қой. Ануар жасады, өте тамаша, молодец. Қашты, ферзін алып алдық, арғарай аңсар ұтылдым деп мойындады. Молодец, Ануар бірден көргенде бір ход бұрын. Негізі ойын жақсы болды, ферзді ұтып алдық, қарсыласымыз мойындады. Бірақ бір минус бұл жерде айтатын жерім, рокировканы уақытылы жасамады, уақытылы вилкілерді қоймады, бір-екі рет фигураны беріп алдық. Сондай минустар болды, атак ойыны жақсы емес бұл партияда, жаман емес. Келесі партияда Нұрғымырмен ойнады. 3 партиядан анализ жасайтын боламыз, қараймыз. Нұрғымырмен ұтылды Ануар. Қалай ұтылды көретін боламыз. Қаралармен ойнап жатыр Ануар бізде. E4, E5 ойынын шығарды слонмен. Негізі слонды бұлай ешқашан шығаруға болмайды. Мен сендерге сабақта айтқан болатынмын. Пешкінің алдына слонды ешқашан қоюға болмайды. Пешкінің артынан қою керек. Соны ескеру керек. Слон әрқашан негізі орталыққа қарай шығу керек. Негізі бізге пешкеге шабуыл жасаған кезде ең күшті қорғанымыз сол әрине атпен. Өйткені слонға шығарып алуға мүмкіндік болады, одан кейін пешкімен шығарып, келесі екінші слонымызға мүмкіндік ашу керек. Негізі слондарымыз алдыға шығып алуға мүмкіндік жасауымыз керек әрқашан. Міне осындай қателік. Ануарда үлкен слонмен қорғау өте жаман. Өйткені мынау слон бұл пешкі сияқты болып қалды. Былайша айтқанда енді слон ешқашан қозғала алмайды, өйткені пешкіні қорғау керек. Бұны үлкен пешкі деп атасақ та болады. Айырмашылығы жоқ мына пешкімен. Негізі слон өзінің қызметін атқару керек. Сол себептен бұлай ешқашан қоймаңыздар. Келесіде қараймыз. Слонда енді барып жүріп жатыр, ход жоғалтқаннан кейін. Енді мына пешкіні қорғау керек, өйткені вилкаға келе жатыр. Нұрғымыр өте қауіпті. Бұл жерде әрине атты шығарып, бұлайнан қорғау керек, бірақ қана мүмкіндік бар. Басқаша мүмкіндік жоқ мына пешкіні қорғау. Дұрыс. Бұны защитаны көрдік, Ануар өте керемет. Арғарай қараймыз. Атпен қайтты. Мынаны надан қорғану керек болды. Бір жағынан өзіміз шабуылға шықтық. Өте орынды. Қарсыласымыз берді. Так, пешкімен жедік, олар жеді. Енді мына жерде негізі бұлай жеп алуға болатын еді комбинация жасап. Ануар көріп отырсаң, бұлай лақтыру керек еді. Өйткені мына жерде неге мен айтатым? Егер сен мына жерде жесең, ол да сені жейін деп тұр. Міне, негізі бірақ жеуге болар еді. Егер жесең, мынанда былай жеуге болар еді. Слонмен жеп, олар жегеннен кейін мынанда әдемі двойной удар беруге болатын еді. Өйткені неге слонмен жедік? Ж7-дегі пешкіні қорғадық. Көрдіңіз ба? Мына жерде слон шабуыл жасады, мына жерден двойной удар, слонын ұтып аламыз. Міне осындай керемет тактика қолдануға болатын еді. Егер атпен алатын болсаң, ол қауіптірек. Бір жақ бұның да плюсы бар, өйткені біз мынаны жүрген кезде, мынаны жеген кезде біз мынандай керемет ладьяға ход жоғалтып аламыз. Бірақ мына жерде мынаны былай ойнаса да болады, двойной удар жасап, мына жағынан вилка, корольдің рокировкасын бұзамыз, ары қарай алып аламыз, мынаны жүргеннен кейін ары қарай қорғанамыз. Шах берсе қорықпаймыз, ферзбен жабамыз, слон қорғалады. Міне осылай ладья ұтып алуға да болады еді негізі. Екінші мүмкіндік burada мен айтқан тактика мына жерде атпен рокировканы лақтырсақ та болады. Олар жегеннен кейін осы жерде атпен жай ғана алып аламыз, немесе слонмен алып аламыз. Корольдің рокировканы бұздық, қазір ферзь шығуға дайын, позициямыз өте керемет. Енді бұл жерде Ануар қалай ойнады екен көрейік. Ануар слонмен жеді, жақсы, жеді. И осы жерде двойной удар, молодец. Менің көрсеткенімдей жасады. Өте мықты ойнады, тамаша. Нұрғымыр қашты, слонды алып алдық. Ануар негізі өте керемет ойнап жатсың. Тек қана технический реализация дейді, өзіңді жақсы ары қарай қолданып үйреніп алсаң. Ануардың бір жерде ескертетінім, бұл жерде уже 11-ші ход жасап жатыр. Алтын ережені ұмытқан сияқты, рокировканы ешқашан жасамайды екен. Соның себебі салдарынан көп ұтылатын боламыз. Рокировканы жасап алатын болса, кемінде достар 30-40 ходқа дейін жеңілмейтін боласыздар. Осыны ескеру керек. Мына жерде өрескел қателік жіберді.
өте рескел қателік жіберді, қарсыласымыз Ферізді берді, мықты алып алды. Бұл жерде қалай ұтылды екен, таң қаласыз. 5 минут уақыты бар, Феріз артық, фигура артық. Қарап отырсаңыздар, бір фигура артық екен, бір слон, бір Феріз таза артық. Бұл жерде ұтылу мүмкін емес. Бірақ қазір Ануар қандай қателік жібергенін көреміз, ары қарай. Атын жеді. Тек қана жей береміз, рокировка жасау жоқ. Атпен қайтты. Негізі атпен қайтқан кезде база, орталық мен сіздерге айтатын болатын. Әрқашан орталыққа сақтау керек. Атпен орталыққа қайту керек. Ұтып атқан кезде айырбастау керек. Атқа шабуыл жасау керек еді негізі. Айырбастау керек мүмкіндігінше. Бірақ әрине рокировкадан кейін. Жарайды, атпен қайттық, қаштық, атпен алдыға бардық, связка жасады. Мына жерде үлкен қателік жіберді. Ладья Ферізімізді беріп қойдық, жарайды, ладьямен алдық. Негізі мына жерде слонмен шах беруге болады, өте әдемі кеп тұр. Ануардың қателігі, неге пешкені жеп жатсын Ануар? Мына жерде атпен жеп алады, тегін атымызды бұлайынша еңбекпен, қанша атқан еңбегімізді зая беріп жатырық. Мына жерде слонды қосу керек еді, негізі артқа жүргеннен кейін вилка қояр. Мінекей қарама, керемет шах, қашады. Негізі осыдан кейін атпен шах беріп, ары қарай қай жаққа қашса да, қарап отырсаңыздар, қайда қашса да, мынау слондар атады екен. Открытый шаққа түседі. Міне мына жерде түссе тегін фигураны аламыз. Қай жаққа барса да, мына жаққа барса да, мына жерге жүрсе, онда мына пешкені ұтып алуға болады. Немесе мынандай әдемі тактика жасауға болады, шахпен жеуге болады. Енді атты жегеннен кейін слонмен шах береміз, корольді бірақ жүріс бар, осындай сквозной удар қою арқылы ары қарай таза ладьясын алып алуға болады. Мына жерде қарап отырсаңыздар, фильмшті өте үлкен екі ладья артық. Осылай керемет ұтуға болатын еді негізі, әртүрлі варианттармен. Бірақ Ануар осы шақты көрмеді, соның кесірінен атты бердік, жаймен қайтарып жатырық, одан кейін ладьямен шах бердік бекерге. Негізі слонымыз атакада, негізі мына жерге қою керек еді. Слонды қайтардық, былайынша қарап отырсаңыздар, барлығын беріп жатыр ары қарай. Шах арқылы қайтарып алды ладьямен, жарайды. Рокировка әлі жасаған жоқпыз. Енді жасап жатыр, кешіктіріп. Шахматта негізі форточка жасап болу керек, өте қауіпті. Так, кетіп баратыр, пешкілер бара жатыр, артынан қорғады, ладьямен шабуылға шабуыл, жарайды. Так, бұл жерде абайлау керек, ладьяны беріп алуға болмайды. Так, шабуыл, жарайды, пешкі кетіп баратыр, жарайды, жақсы. Енді бұл жерде қалай Ферізге шығарамыз? Мына жерде міндетті түрде форточка жасап алу керек. Сосын ладьяны босатып, бұлайынан бару керек. Так, форточка жасады, әдемі, жедік. Так, мына жерде неге жемейміз? Мына жерде ешқашан бұлайынан жүруге болмайды, өйткені мынау пешкі өте қауіпті болады, сондықтан жеп алып, ладьямен негізі баруға болатын еді бір нәрсе. Мына пешкіні ұтып алатын амалды іздеу керек еді. Мысалға, мына пешкіні алдыға, мына ладьяны мына жерге алып келіп, мынаны жүріп, олар қайтару керек, өйткені мына пешкі қауіпті, матқа шабуыл. Енді ары қарай көреміз, Ануар қалай болған. Мына жерде өз-өзіне қиындық жасады, ладьясын алып кетті, қарсыласымыз жеді, и осындай керемет алдап кетті, былайша айтқанда нұрғымы. Керемет слонын бере салды, ладьялар негізі өзінің королін қорғап тұрады. Міне осындай қанша фигурасы артық болғанмен осындай керемет мат алып қалды. Ануарға көп жұмыс істеу керек, негізі жаман емес. Нұрғымыр бізде бірінші орын алған жігіт, өте керемет ойнаған жігіт. Бірақ соны қанша мүмкіндік болды ұтатын, сәл жетіспей жатыр, осы жөнінде жұмыс жасайтын боламыз. Ары қарай үшінші партиясын көреміз Айғаныммен. Айғаным деген қыз бізде жақын арада бірінші орын алған. Ойын турнирде, 4-ші разрядтың турнирінде 10 пайдан 10 жеңген, өте керемет ойнайтын біздің жас талантты қызымыз. E4, E5, ары қарай көреміз, барлығы шығып жатыр. C3 өте керемет ойнауда. Ануар, итальянский партия, барлығы ойдағыдай. Енді бұл жерде менің айтуым бойынша D5 ойнау керек. Видеода түсірген болатынмын бірінші. E5 ойнап жақсы, ол да болады. Негізі бұл жерде ары қарай қандай керемет ход бар. Негізі H3 ойнау керек еді. Мынандай тактика бар, әдемі H3 ойнау керек. Ат қашады. И слон G5 осындай керемет ход жасауға болады. Ферзь қақпанда пешкені жүрсе аламыз. Енді алмасақ ары қарай Ферізге шығып кетейін деп тұрып шабуылмен олар алады, одан кейін атын алып аламыз. Міне осындай ойынға баруға болатын еді негізі. Так, кетіп қалдық, қазір көрейік, қай жерге кетіп қалдық. Міне осы жерде келдік, осылай болды ойын. Так, H3 ойнады, өте керемет. Так, енді Ануардың қызық, кейде шабуыл жасайтын кезде рокировка жасайды, алдыңғы партияларда рокировка уақытылы жасамаған, есіне түскен болу керек. Алтын ережені орындап жатыр, өте тамаша.
ары қарай енді слонды шығарып алуға болатын еді темппен. Негізі мен айтатын сіздерге постоянно корольдің алдын бұзуға тырысыңдар, өйткені мат қою ықтималдылығы жоғарылайды. Жарайды, ары қарай қашты деп ойлайық. Так, мына жерде де әлде де слонды шығаруға болу керек. Ануардың барлық ойы мат қою мынандай. Так, жарайды, ол да көрейік онда. Так, атты қуып жіберді, слонды бердік, жарайды, ары қарай. Мына атпен матқа шабуыл жасап, жарайды, қарсыласымыз өте мықты. Айғаным көріп қойды, слонды уақытылы шығарды. Так, ары қарай қорғанып алып, атпен қаштық. Слонды шығарды, жақсы. Енді бізге қарап атсаңыздар, мына екеуі шабуыл, мына пешкені жейін деп жатыр, барынша қорғау керек ладьямен. Ферзбен қорғады. Ферзбен қорғады, жақсы, бірақ мына слонның несіне атакасына түстік өте қауіпті. Любой кез келген уақытта открытый нападение болуы мүмкін. Айғаным өте жақсы түсінеді, өте жақсы түсінді. Негізде пешкінді де алып алуға болар еді. Пешкін слон қорғап тұр, негізі көрмей қалуы мүмкін еді. Осындай жарыстарда әдемі жасап жүруге болады, көбінесе ол ойламай алады, сонда ферзін алып кетуге болады. Негізі, мына жерде енді нағылы былай қойғаннан кейін көріп қояды, бірақ ол да керемет. Ануар көрді ферзін, бірақ качество берді, ладьясын ұтылды. Жарайды, ары қарай көреміз. Форточка жасады, қуды. Слонмен шабуыл, уничтожение защита. Айғанымның ойы мына пешканы ұту керек, сондықтан атын жоюмақшы. Өте жақсы ойнап жатыр. Енді жеу керек еді айғаным, мынаны жеу керек еді. Одан кейін слонмен мынаны алып алар еді. Ары қарай двойной удар. Айғанымда қателік жіберіп жатыр. Қазір көреміз ары қарай. Айғаным мына жерде атты жеп тегін ұтып алмақшы, ловушка жасап жатыр. Ануар оны көрмеуде, осылай жіберіп алды. Так, жағдай қиындап кетті. Так, ары қарай көреміз. Ладьяны шығарып жатыр. Айғанымның фигураларын қарасаңыздар, барлығы керемет ойнап жатыр. Ануар өзіміз қателік жіберіп жатырық, барлығын беріп жатырық. Связкалардан нашар жұмыс жасаудамыз. Мынандай сквозной ударға түстік. Айғанымның қарап отсаңыздар, тактикалары өте керемет, бәрін бірден байқайды. Ат қалай босады, екеуі бір жолға тұрды, сразу двойной удар жасап, өте керемет ойнауда. Мынаны даже айғанымның жүрде ерекшелігі, мына атты алмай, ары қарай ладьямен добивать етіп жатыр. Мына жерде открытый шақты қолданбақшы слонмен. Так, мына жерде негізі бұлай алып алу керек еді, Ануарға шахпен, ары қарай слон ұтып алу керек еді, двойной удармен. Мүмкіндік бар еді, өте әдемі. Ол слонды жеді, бірақ ферзді берді. Ферзді беру өте қиын шахматта. Бұл жерде айғанымда мүмкіндік болды, бұлайнан керемет шах беруге болатын еді. Қарап атсаңыздар, шах берсеңіздер, двойной ударға түседі. Атты құтқару мүмкін емес, атты жапқанмен жей салады. Осылай керемет тактикаға түсетін еді. Қарсыласымыз айғаным көрмей қалды, бірақ енді ары қарай бұл жерде Ануар өзінің күшін бағалаған сияқты, бұл жерде мүмкіндік өте аз. Қазір жақын арада мат алады, көріп тұр. Сол себептен өзін жеңілдім деп мойындады. Бұл да бір жақсы қасиет, ұтылып атқан кезде өзін мойындап, гроссмейстерлер сияқты осындай өзінің несін көрсетіп жатыр. Енді жұмыс істейтін нәрселер бар, әрине бар. Тактикаға есеп көп шығару керек. Жақсы, онда достар, сіздерге осындай формат ұнады деп ойлаймын. Мен осындай балдарыма анализ жасаймын, көрермендеріме ол өте пайдалы болады, өйткені бұл реально живой тікелей ойыннан алынып отыр. Анализ жасаймын, осындай қызықты нәрселерді түсіріп отырамыз. Балдарға да жақсы, көрермендерге де жақсы. Ең бастысы, ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Қазақ шахмат каналын қолдап, бізден бірге болыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.